Құрметті көрермендер, Rolls-Royce немесе 2,5 миллион евро. Катарда өтіп жатқан футболдан әлем чемпионатында фаворит саналған Аргентина құрамасы Сауд Арабия футболшыларынан жеңілген соң желіде Сауд Арабияда демалыс жариялағаны туралы ақпарат тарап, мұның рас екені анықталды. Кейін желі қолданушылары мен медиада Сауд Арабия ойыншыларына 2,5 миллион евро сыйақы тағайындалғаны туралы ақпарат тарады. Бұл фейк пе, әлде Сауд Арабия ойыншылары расымен 2,5 миллион евроға байыды ма? Бірге тексерейік. Міне, желіде тараған ақпарат мынау. Алайда ақпарат ресми түрде расталмады. Сауд Арабия баспасөз агенттігінің сайтында да бұл жайлы ақпарат жоқ. Яғни, еш дәлел жоқ. Сонымен қатар, бұл ақпаратты ең бірінші болып «Это футбол, брат» телеграм-каналындағы ресейлік танымал агент Тимур Гурцкая таратты. Кейін ақпарат ресейлік медиа мен Қазақстандағы желі қолданушыларын арасында «Вау!» контент боп тарады. Гурцкая мұны инсайдерлік ақпарат екенін ескертті, бірақ дерек көзін көрсетпеді. Құрметті көрермен, 2,5 миллион евродан бөлек интернетте мынандай ақпараттарда. Сауд Арабия ханзадасы Мухаммед ибн Салман Аль-Сауд әрбір футболшыға жаңадан шыққан Rolls-Royce Phantom көлігін сыйлады деген ақпарат тарайды. Алайда дерек ресми расталмаған, мұндай көлік шамамен 460 немесе 550 мың доллар тұрады. Егер де приблизительно полуфиналға жаңағы арабтар шығатын болса, явно алып тұрмау көлікті. Құрметті көрермен, жаңағыдай ақпараттарға сенгуден аулақ болыңыздар. Әрдайым ақпаратты тексеріп отыруды ұмытпаңыздар. Тексермесеңіздер де просто бізге жазылыңыздар, біз сіздер үшін тексеріп береміз. Жақындарыңызбен бөлісуден ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.